Бізде бүгін Кенжегүл ханым өзінің нәтижесімен бөліскісі келіп жатыр. Иә, похудение алдыңыз ба? Менде негізі жировой гипотоз, жандегі F4 қойған менде, цирроз печеньді. Осы өнімдерді қабылдап жүргенмін, жақында мынау спрей для похудения келді. Мен бұны алған себебім, бұл бауырдағы ішектегі майларды кетіреді екен. Маған сол қажет болып жүреді, осы өнімді алдым. Сөйтіп менде давлением де жоғары болып жүретін. Осыны алып, енді мен қателеспін, жаңағы 4 рет немен себу керек екен, 2 рет себу керек екен. Мен бірден 4 рет септім да, тілім астына алғанды сразу. 15 минуттан кейін менде уже эффект бер, жаңағы мойным, желкелерім тартылып тұрады еді. Ол давлениеден уже қанша жылдан бері мен үйреніп қалған екем да, сол ауырып тұрғанға. Сондай жеңілдеді, мен таң қалдым осы. Сразу бір сепкенде 4 сеуіп жүргенсіз, иә? Сонымен сразу мойныңыздың тартылып тұратын. И басым да уже жеңілдей бастады. Басыңыз жеңілдей бастады, иә? И қарасам уже өтімді де шаншып, өтімеді әсер етіп жатқанын байқадым да. И бір кезде сол оң жағым жеңілдей бастады. Қазір неше күн болды жатқаныңыз ба? Мен уже 5-6 күн болып қалды. Қабылдап жатқаныма өте керемет. Сумкада алып жүргенге де өте удобно. Күнде 4 мәрте себем тілдің астына, 2-3 мәрте. Көңіл күйіңіз жақсы? Иә, энергия керемет, күш береді екен. Көңіл күйді де көтереді екен. Тамақ жеуді қалай болып жатыр, аздыратын ба? Иә, тамақ жеуді де жеп жатыр ма? Көп аппетитті шлебет ашып жүреді деп не қылмаймын. Тамақ жемесеңіз де қарныңыз тоқ сияқты болады деген рас екен? Жоқ, ондай енді шлейміз, но бұрынғыдан азаяды тамақ жеу жанды. Азайды, и көңіл күйіңіз жақсы. Давлениеңіз шықпай жатыр ма қайда? Давлением қазір нормада жүр. 130-да жүр. Соған мен таң қалып жатырмын. Алдындар қанша болатын? Менде енді ойнап тұратын. Кейде 140-қа түсіп, кейде 170, 180, 190-ға шығып кетеді. Ой, Алла шипасын берсін сізге. Қазір 130-да жүрмін. 130-да нормально сезініп өзіңіз. Нормально, жеп жеңіл. Рахмет сізге.